Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Жеңіс күні ұлы ерлікке тағзым бөлімін бастаймыз. Сабақтың тақырыбы отан үшін от кешкендер. Оқу мақсаты әлеуметтік қоғамдық тақырыпқа байланысты автор көзқарасымен көтерілген мәселені талдау. Оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу. Оқу мақсаты негізінде сабақта оқушылар мәтінді тыңдап және оқып, негізгі ойды анықтайды. Сөйлемге басқа сөздер мен грамматикалық байланысқа түспейтін оқшау сөздермен танысады, түрлерін ажыратады, қолданады. Тыңдалым мәтініне назар аударыңдар. Жеңіс күні бұл сан мыңдаған ұрпақ үшін ортақ мереке. Бұл мереке бейбітшілік пен қайырымдылықтың мәңгі жасампаздығы. Отанын қорғаған жауынгер солдаттар мен офицерлердің айбыны. Бұдағы жеңісті жақындатқан жұмысшылардың ерен еңбегінің мәңгі өшпейтін дәлелдейтін белгі. Жеңіс күні абыройымыз бен даңқымыздың мерекесі. Табандылық пен ерлік, отанға деген сүйіспеншілік қатал соғыста жеңіске жеткізді. Сол бір сұрапыл жылдары қазақ халқы өзінің отанына, жеріне деген патриоттық сезімін, ұлттық мақтанышын дәлелдеді. Ұлы жеңістің 75 жылдық мерекесі қарсаңында Семей қаласы Төлебай Аманов атындағы нөмірі 16 мектептің 100 жылдық тарихына үңілсек, 8 директор, 5 мұғалім, көптеген мектеп түлектері отан соғысына қатысқан. Мектебіміздің тұңғыш директоры 1920-1925 жылдар аралығында небәрі 18 жасында директор болған Нұрымхан Омарұлы Тұрғанбаев 1902 жылы Шығыс Қазақстан облысы Жескент ауылында, сол кездегі Барнаул губерниясы, Семеногорск уезі Ремовка ауылында дүниеге келген. 1917 жылы Семей педагогикалық училищесіне оқуға түседі. 1940 жылы соғысқа аттанып, 1942 жылы Курскіде түбінде қаза табады. Шайхин Әшім Чехословакия, Польша, Венгрия, Германия майданында барлаушы болған. Төкен Жұманов 8-ші атқыштар дивизиясы 310-шы полкте болған. Өзбек Оспанов Калинин, Украина майданында болған. Зейнолла Әбу Сталинград майданы 140 минометті полк сарбазы. Мұқаш Оспанов 1940 жылы соғысқа аттанып, 1943 жылы Бриян облысында қаза табады. Бұл жауынгерлер әр жылдағы Төлебай Аманов атындағы нөмір 16 орта мектептің директорлары. Ешкімде еш нәрседе ұмытылмақ емес. Содан бері жарты ғасырдан астам уақыт өтсе де, біз ардагерлер ісіне бас иеміз, еске аламыз. Отан соғысы ержүректілік пен төзімділікті паш ететін, тарихта мәңгі қалатын күн. Отанымыздың бейбіт өмірі, болашағымыздың жарқын жұлдызы, әлемді тыныштық бесігі тербесін. Яғни тыңдалған мәтінге байланысты көтерілген мәселені анықтаймыз, талдаймыз. Яғни тыңдалым мәтіннің ішінде Семей қаласы Төлебай Аманов атындағы нөмірі 16 орта мектептің соғысқа қатысқан директорлары айтылады. Ұлы отан соғысына қатысқан ардагерлер, шайқас жүрген мемлекеттер мен қалалардың атаулары, соғысқа аттанған жауынгерлер туралы ақпарат, барлаушы, полк, тыл еңбеккерлері, ұлы жеңістің 75 жылдық мерекесі. Міне тыңдалым мәтінде осындай негізгі мәселелер көтерілген екен. Әдеби тіл нормалары, оқшау сөздер. Сөйлемде басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейтін, сол себепті сөйлем мүшесі бола алмайтын, тек айтылған ойға қатысы бар сөздер кездеседі. Бұлар оқшау сөздер. Таратпа сөз, қыстырма сөз, одағай сөз, бұлар оқшау сөздерге жатады. Жолдастар, майданда біздің әскерлер жан аямауда. Мұнда жолдастар сөзі таратпа сөз. Демек біз жеңеміз. Бұл сөйлемде демек сөзі қыстырма сөз. Алақай, біз жауды жеңдік. Бұндағы алақай сөзі одағай сөз. Яғни оқшау сөздер сөйлемде үтірмен ажыратылады екен. Оқшау сөздер дегеніміз сөйлемде басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейтін, сол себепті сөйлем мүшесі бола алмайтын, тек айтылған ойға қатысы бар сөздерді оқшау сөздер деп айтады екенбіз.
Оқылым мәтініне назар аударамыз. 136 бет, бірінші тапсырма. Мәтінді мұқият оқимыз, негізгі ойды анықтаймыз. Негізгі ойды жаңа тыңдалым мәтінге көтерілген мәселені қалай анықтадық? Тура солай осы оқылым мәтіні бойынша мәтінді мұқият оқып, негізгі ойды анықтаймыз. Негізгі ой тақырыпқа байланысты болады. Сондықтан тақырыпқа қатысты айтылған негізгі ойларды сөз тіркестерімен жазып алады екенбіз. Кері байланыс бұл карта берілген. Осы картаға соғыс ардагері, мектеп директорларының майданда жүрген жолдарын картаға түсіресіңдер. Яғни тыңдалым мәтіні бойынша берілген мәліметтерді пайдалана отырып, соғыс ардагерлері, мектеп директорларының неміс фашистермен шайқасқан мемлекеттері мен қалаларына белгі қоямыз. Жаңа тыңдалым мәтінінде бірнеше мектеп директорларының соғысқан жерлері айтылды. Онда мемлекет аттары да, қала аттары да аталды. Міне осы жерлерге геометриялық фигурамен белгі қойып шығасыңдар. Оны геометриялық фигураны өздерің таңдайсыңдар. 3 бұрышпен қойсаңдар да, 4 бұрышпен қойсаңдар да, жаңа дөңгелекпен қойсаңдар да өздерің білесіңдер. Осы картаны пайдалана отырып, картаға жаңағы тыңдалым мәтіні бойынша негізгі ақпаратты пайдалана отырып, соғыс ардагерлерінің фашистермен шайқасқан мемлекеттері және қалаларына белгі қойып шығамыз. Енді кері байланыс тапсырмасын орындағаннан кейін, оны күнделік кезет, немесе электронды почта сіздерге мен көрсетіп отырмын, немесе WhatsApp желісі арқылы кері орындаған тапсырмаларыңды жібересіңдер. Сендерге қай жол ыңғайлы, сол жолды пайдаланасыңдар. Яғни күнделік кезет арқылы жіберем десеңдер, күнделік кезет арқылы. Егер де электронды почта арқылы жіберем десеңдер, электронды почта көрсетілген. Сондай-ақ WhatsApp желісінде пайдалануға болады. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болайық.